Ал енді В тобының 33-ші есебінің 1-ші есебіне қарайық. Бұл жерде разрядтары бойынша салыстырыңдар дейді. Енді көріп отқанымызда 2341 және 734 сандарын салыстыруымыз керек. 2341 деген санда 4 цифр бар. 4 цифр бар деген сөз бұл мыңдық разряд екенін білдіреді. Ал 734 санында бізде 3 цифр бар. Сондықтан бұл жүздік разряд болады. Ал енді мыңдық разряд пен жүздік разрядтың қайсысы үлкен дейтін болсақ, әлбетте мыңдық разряд үлкен. Ал енді 34-ші есептің 1-ші есебінде бізде қарасақ, қандайда бір цифрлардың орнында бізде жұлдызшалар қойылған. Енді біз осы сандарды салыстыруымыз керек. Көріп отқанымыздай, екеуінде де 3 қана цифрдан бар. Екеуінде де 3 цифрдан орналасқан. Демек, екеуі де жүздік разряд. Демек, онда оларды салыстырған кезде жоғарғы разрядтан бастап салыстырамыз. Яғни цифрларын салыстырайық. Алғашқы болып бізде 8 саны тұр. Ал мұнда 2 саны тұр. Демек, таңбаның үлкен жағын солға қарай қаратамыз. Яғни 800 саны үлкен. Мұнда жұлдызшаның орнында қандайда бір кез келген сан болуы мүмкін. 814, 824 немесе басқа да бір кез келген сан бар, бірақ ол бізге маңызды емес. Бастысы бізде оның алдында тұрған 8 саны 2 санынан үлкен болғандықтан 8 саны бар жағын үлкен деп санадық. Ал енді 3-ші есебіне қарасақ, бұл жерде 17300-бен басталады да қандайда бір сандар бар. Ал мұнда 173000 және ары қарай қандайда бір сандар. Олар жұлдызшамен жасырылған. Мұнда 17300 саны 10 мыңдық разряд. 10 мыңдық разряд болғандықтан 17300 саны 10 мыңдық разряд. 17310 мыңдық разряд болатын болса, 173000 ол 100 мыңдық разряд. Демек, бұл жерде көзге көрініп тұр. Мұнда 17300 саны 5 цифрдан тұрады. Ал 173000 6 цифрдан тұратын 100 мыңдық разрядтағы сан. Бұл жерде үлкен болады 100 мыңдық разряд. Үлкен жағын 173-ге қарай қаратамыз. Ал кіші жағын 17300-бен басталатын санға қоямыз. Ал енді 36-ші есепке назар аударайық. Ол жерде Қайрат, Мират, Нұртас, Айдос, осы төртеуі де футболшы дейді. Енді осылардың бізде Қайрат, Мирас, Нұртастың біреуі қақпашы екені белгілі. Егер Қайрат, Мирас, Нұртастың бірі қақпашы болатыны белгілі болса, демек Айдос қақпашы емес деген сөз. Бірақ одан кейін айтады бізде. Мирас, Нұртас, Айдостың бірі қақпашы дейді. Ал бірақ бізде Айдос қақпашы емес екенін біз алдыңғы сөзден білген едік. Демек, Қайрат бізде қақпашы емес деген сөз. Және де бізде екі үміткер ғана қалды. Ол Мирас және Нұртас. Бірақ Нұртас айтады бізде қақпашы емес дейді. Демек, Нұртас та қақпашы емес. Онда бізде қақпашы Мирас болып табылады. Мирас қақпашы.